Сәлем достар, қалдарың қалай? Енді тағатсыздана күтіп отқан шығарсыздар осы сериясында камерамен не болды, қалай болды, қай жерін кестің деген сияқты сұрақтар көп, мен білем. Енді жаймен не болып жатқанын тізбектеп айтып өтсем. Шыны керек достар, мен бірінші бастағым келіп жатқан дүние ол мен қалай арзан дүниені алып, қалай 20-30 теңгеге ұтылдым. Содан бастайық. Мына жерде енді бұл да тәжірибе болды. Негізінде қатты арзан деп жапса беруге болмайды екен. Оның да бір құпиясы болады. Оны қазір мына жерде көретін боласыздар. Ал достар, бүгін енді қазір Ақжол базарына келдім. Осы жерде енді көріп кеткен жаңағы лонжерон болатын. Голы өзі, таза өзі ғана, темір ғана. Енді оның бағасы 40 мың теңге. Басқа жерлерде 50 мың сұрап тұр соған. Енді қазір доставкасының өзімен где-то 43-44 мың теңгеге шығайын деп тұр. Енді мен өзіме тиімді бағаны іздеймін. Енді осылай сіздерге бағасын айтып отырамын. Қазір енді соған барып, тағы да мүмкін одан да түсіріп қалармыз. Бастапқы бағасы 40 деген. Вот это, да, вот? Ох, ё-моё. И верхнюю планку дадите, да, получается? Ага. А усилителя нету, да, здесь? Усилителя нет. Верхнюю планку. А усилитель отдельно он продается у вас? И сколько будет он по цене? Усилитель 10 тысяч. 10 тысяч, да? А капот у вас сколько будет? Цена капота. Капот? Да, именно от 35-таки нужно. Вот 35-ка. Капот не знаю, 30 или 35. Но у вас есть, да? На склад есть. На Должна склад. привезти завтра. А завтра будет только? Сегодня тебе нужно? Да, мне сегодня косоправом нужно уже этот принести. Вообще сколько стоит капот? Капот? Да. За сколько отдадите? Капот 80. 80 вместе. с решеткой вместе, да? Она подорожала, да, получается? Да, раньше дешево. 50 тысяч. Да, 50 где-то 45 так стоило. Да, раньше так. А шарнир сколько стоил? Шарнир по 10 тысяч. По 10 тысяч болтами, да? Да. Своими болтами. Каждая 10 или оба? Каждый по 10 тысяч. Все, я лонжерон забираю. Планку вы отдельно дадите, да? Да. Нұрбол? Енді бағасын көрінді достар. Соны алатын болдық. Мынау үстіндегі планкамен бірге беретін болды бізге. Бұл да негізі. Бұл да не, по идее, тоже отдельно продается, да, вот эта планка? Осы біз қазір бұл жерде капотты да алатын болдық. Мына жерде мынандай шарнирлармен бірге. Мына шарнирлармен бірге. Мынаның өзін біреуі 10 мың теңгеден дейді. Бірақ капоттың өзі 80 мың болса, сонда 100 мың теңгеге шығып тұр. Мына екеуімен бірге капот. Ал бізге бұл кісілер 90 мың теңге беретін болды, 10 мың теңге скидка жасап. Оның өзі де қуантады, негізі жақсы баға. Иә, осылай тығуға тырысып көрін. Ауыр емес па қатты? Оны енді қазір салып жатамыз. Планка, жаңа саблялар, осының бәрін алып жатырмыз қазір. Достар, әзірге мына лонжеронды алдық. Жаңағы астында тұратын креплениясымен, үстінде тұратын планкасымен бірге беріп бізге 40 мың теңгеге. Негізі өте жақсы баға. Мен енді 2-3 күн болды, алдында серияда көргендеріңіздей біраз разборларға барып, зерттеп, бағалардың қай жерде қандай екенін білуге тырыстым. Енді осы жақсы бағамен шықты, осы жерде. Енді бұл кісіден қазір қосымша капотты да алатын боламыз, жаңа айтқанымдай. Капотты несімен, жаңағы креплениялармен бірге 90 мың теңгеге беретін болды. Ойлаңыз достар, мына басқалар маған құр капоттың өзін 90 мың теңге деді. И және оған басқа жерде 120 мың теңге. В общем, қысқасы айтқан кезде ең төмен деген баға 90 мың теңге болады. Капотқа шарнирларсыз, жаңа крепленияларсыз бірге. Енді осы тиімді болса осы жерден алып жатырмыз. Енді бұйыртса бүгін осыны бітірсек, ертең енді артқы жағын іздеуге кірісетін боламыз. Санча, түсіріп алайық. Как дела, братан? Бля, міне біздің камера тұр мына жерде уже.
тартып қойған лонжерондарын. Енді алатын жерін алып тастайды. Осы жерде тұр. Қалыңыз қалай? Жақсы. Капотты қазір алып келем, өйткені ол неге складқа заказ бердім деді. Осы дедіңіз ғой, дұрыс қойға, я? Осы керек қой сізге. Сіз айттыңыз, мына жерлерден примерно. Мына шофтан кетеді ма сонда, Рустам аға? Көреміз. А? Уже тартып қойыпсыздар ғой мынаны. Тартып дайындап қойыпсыздар. Астында балка не болады? Балкон. Ауыстырасың есі үшін. Жоқ, оны өзіңіз айтасыз ба? Есі келмесе ауыстырасың. Несі келмесе дейсіз? Балка тартылып келмесе. Он тоже ушел же туда. Перекосил он. Ну, есі үшін айтасыз, онда ала саламыз онда. Уже артын несін айнасын шеше беру керек па? Да, шешіп қой, что так сені күтіп отырмайын. Хорошо. Потому что мынаны тартып болғаннан кейін оны тартамыз. Қазір капот керек. Капотты қазір жеткіземін мен. Капотты. Жоқ, бүгін емес, даже где-то 2 сағаттың ішінде. Бұйыртса жеткізем. Қазір мынаны заказ беріп қойғам алып. Рахмет бауырым. Жақсы. Капот складтан келе жатыр деді. Мынаны алдық. Мынаны планкасымен бірге берді. Нормально ма аға? 40 мың теңгеге? 40 мың теңге болды. Мынаны бәрі. Помните прошлом? А? Несі? Е? Жоқ, шарнир капотпен бірге. Капотпен бірге 90 мың теңге болды. Шарнир. Дәл осы жерде мен бекер қуаныппын. Өйткені алып келген лонжерон, жаңа оған қоса саблялары, барлық детальдар ес 300-дік болып шықты. Ал ол біздің Камриға мүлдем сәйкес келмейді екен. Арзан алдым деп қуанған жерінде мен 2 есе бағаға түстім. Ес бар ғой, соны келе берген саған. Осыған қосатын тағы бір нәрсе бар ма? Или что? Что вы имеете в виду? Нені айтып жатсыз? Міне. Бұл орда ес үстім ордасы. Жоқ, Камри. Мынаны, значит, отдельно берді ғой. Ес үстім ордасы деймін. Міне. Міне Камри. Его не осталось середины? Он битый, как может остаться? Нет, Он морду покупает, он должен вместе все покупается. Ага, точно, ма? Нет, это подходит, из-за этого надо переживать. Это было келеді. Можно, но, Камри, Иисус, мы казанның барып сөйлесең, чё у меня она? Вот она идет. Видишь? Она же будет квадратная, вот она идет. Мынау Камри, мынау Lexus. Мына болттарды аласың, мына серединасын аласың. И мындай 3 детали. Нелерді сабля. Мынау вместо этих аласың Камриники. И мыналарды аласың. Камриники. Ты ему скажи, ты мне дал от Lexus есть. А мне надо 30-ку Камри. Он дальше. И болты забери. Ну, достар, 2 капот келді. Екеуін таңдап отыр. Біреуін уже ұшы кетіп қойғандай жер. Басқан. Бізге енді қазір. Ахмет. Давай поменяем, да? Мен мына жерде Ахметтен сұрап отырмын. Енді Ахметке үлкен рахмет. Мына жерде арабтікі, мына капот арабтікі. Берге, тақырып. Мынау арабтікі. Мына жерде енді американистікі тұр. Мынау үшін. Енді бізге осыны бер деп отырмын. Қарасында енді кішкене косяктар бар. Бұрышы деген сияқты мына жері майысқан кішкене. Нелері де бар. Кішкене бір ямкалар да бар. Бірақ қатты байқалмайды. Ал жалпы алған кезде нормально. Жаңа
ағын жақсылап тексеріп көрсек, үш жақтарында, жаңа алдыңғы үш жағында шпаклевка жағылған екен. Мына жерлерінде ақтың шпаклевкалары бар екен. Ізі қалып қапты, содан кейін оны бас тарттық та осыны алдық. Енді жақсы деп ойлаймын, енді жақсы шығады деп. Үш жағынан мынандай. Оның өзінің несінде алдық. Қазір көрсетем. Өзінің жақсы андайында алдық. Олда тұр. Жаңа матасы ішіне қойылады. Болды осы достар. Енді бұйыртса бізде ертең жаңағы екі крылосы, алдыңғы саблялары, фара, бампер, артыңғы жағын менімше бүтіндей алып қоя салам деген. Солай ойлап тұрмын енді. Солай жеңіл сияқты, солай оңай сияқты біздің жеңіше. Бәрібір сол бағаға барайын деп тұр. Жаңа басқа қалалардан қарасам, басқа қалаларда өзі голы арты жаңағы арт жағы. Соның өзін 450-500 мың деп тұр. Ал мына жерде жаңа алдыңғы роликте көрген жерімізде фара, бампер, бак бәрімен бірге 500 деп тұрған еді. Көреміз енді. Қалай табам бәрін көретін боласыздар. Мұстама қалай машина өз? Бұлай, енді сіз біріншісін істедіңіз қой. Салыстырыңызшы? Жоқ, мына машина лучше. Мына машина лучше, иә? Анау вообще шаршап қалған еді? О, арaba шаршап. Арaba дейді. Мына достар, өзінің қолы тиген адам солай айтып жатыр. Енді осылай өтеміз. Ендігі жыл вообще жақсырағын алып келем. Әр жылы жақсырағын алып келем. Енді достар, тура осы жерден былтырда осылай түсіргем. Алдын көрдіңдер ме? Тура осы идеальный алды. Ана жерде тұратын болады. Мынаның осындай түрі өзгереді бұйыртса. Жанчанның бәрін сен өзің істейсің ғой, иә? Камерамен полностью, иә? Мынаның Жанчанның білесің бе? Былтыр біздің TikTok-тан хит болған еді. Биылда енді осылай хит жасаймыз. Осындай ғой. Мына достар алдық мына жерде. Басқасына ауыстырдық. Мынаусы енді біз алып кеткен естікі кемеді. Енді мына жерде қазір в сборе темірден ешқандай зат қалмайды. Осының бәрін санап бер. Мына Берік деген жігіт бізде. Былтыр естеріңізде болса, осы кісіден алып кеткенбіз. Рахмет сізге, Берік, от души. Мына достар, кетті машина. Достар, өздерің көргенде енді бірінші алып барып берген Андурон келмеді. 2 рет шығынға түсіп тұрмыз. Жаңа орыстарда айтады ғой, скупой платит дважды дейді ғой. Тура сондай болып тұрмыз. Кеше арзан деп қуанған едік. Енді міне 2 есе бағаға. Жаңа оның жол полы бар еще. Сондайға түсіп тұрмыз енді. Енді бұл да бір жаңағы тәжірибе дейді ғой. Бұдан да тәжірибе аламыз. Ары қарай жылжи береміз енді. Меніңше енді көп те ұтылған жоқпыз. Негізінде жалпы санаған өзінде жаңағы заттар бұдан қымбат шығу керек. Бізге кәдімгідей арзан түсіп тұр. Сондықтан достар, мойнымаймыз, алға қарай жылжимыз енді. Получается, другие места все совпадает, да? Все совпадает, да. Вот именно передняя часть. Мына жер ұзындау екен. Негізі бәр жер келе береді дейді. Бірақ енді өзінің оригиналын алып келдік, 30-дікі. Ассаламалейкум. Да. Полностью здесь, короче, все мы принесли. Все его запчасти. Она планка, она много, да? Вот. Мына заттардың бәрін алып келдік. Бәрі сборе бұдан енді темір жағынан ешқандай қажеттілік болмайды мына жерде. Бәрі нәрсесі бар, бәрін алып келіп қойдық. Чисто өзінікі. Енді
Бұйыртса уже бүгін алдын алып ауыстырып болады маған. Мына жерде сабля, мабля деген заттар, мелочтар көп екен. Осы қоямыз. Енді алдынан басқа еш нәрсе әкелмейміз деп ниеттеміз. Бәрі сай келеді деген ойдамыз енді. Достар, қазір неге разборға келе жатырмыз. Сол жерден енді бүгін артқы жағын аламыз көзбен толығымен. Соны алып, қазір бұйыртса кассаправтарға апарып беріп өткізетін боламыз. И сол жерде қалай кесілетін, не кесілетін жаңағы бәрін түсіндіретін боламын. Достар, алдында көріп кеткен жерге енді келдік. Қазір сол артқа, кузовтың арт жағын аламыз. И қазір мына жерде бірнеше вариант бар. Где-то 5-6, я, по-моему. 5-6 бар ғой, я? Соның ішінен енді жақсысын жаңағы түзу дегенін таңдап алатын боламыз бұйыртса. Свежий завоздарын. Бер жағын тұрғандар ғой. Бер жағын. Анан көрейікші, бірінші содан бастайықшы. Мына жерде свежий завоз дейді, жаңадан келген. 35 LE как раз. Біздікі, бізге қажет. Мына. Бәр жерін тексеріп алу керек бізге. Ешқандай минусы болмайтындай. Бізге дәл осындай жерден кесілген осы керек. Достар. Бауыр, несімен, багымен болады ғой? Багы жоқ ашын? Бак болу керек? Бак көмесі Америкада. Қой? Шешіп алады ма не өздері? Тұрған? Анау несі екен ба? Шешіп алған багын. Бакты шешіп алыпты. Жағын басын безопасность қой? Тоқ-боқтарын бәрі тұр. Мынау артқа несі ма отыратын. Кузовты жақсылап тексеріп алайық. Мына жақ майысқан. В принципе, один из вариантов нормально. Следующий на барабек. А на жерінде де не бар екен. Я сондай мен келеді ғой. Бірақ білмейсің не бауыр, сен атың кім еді? Жаслан. Я алдында танысқан еді ғой. Я депомен келді шығалып жүру мүмкін. Мына жерден кетіпті. Енді кішкене қиындау. Бірақ басқа жері, мына жері мәз. Мына жерде бар. Мына жерлер бар екен. Мына жер бар. Еме ана порог жағы мәз. Тағы? Мынау, 35. Біз достар именно 35-ті іздеп жатырмыз. 30 керек емес бізге. Багаж ана там идеалды болған. Багаж көрме, багаж көрме. Соғым жақсы ма? Багажнигін майысқан екен. Бауыр, багажнигін ауыстырып алуға болмайды ма? Тек осы өзімен, е? Ана жерде... Ана жерде бар екен дефект. Байқасаңыздар. Ана жер. Я, қарап атып қой енді, бәрін қарап атып. 5-6 болған бұл жерде. Заны қараймыз. Ана жерде тағы бір. Багажник отырып қойған. Мына жерде багажниктің ұшындағы кішкене не бар. Жалпы алған кезде ана жерде де майысқан. Мына, по-моему, ана джиппен көтерген кезде ма? Джиппен көтеріп транспортировка жасады, сол кезде майысып кетеді ғой, жан жақтарын бәрі. Бәрінде бір жерінде де? Бәрінде бір жерінде. Иә. Мынаны да көріп жатырмыз. Ұжына. Бір. 5-шісі, по-моему, көріп жатқан. Енді достар, былайша айтқан кезде көп жерлерінде мына крыло жақта, ана жақтарда майысқан жерлер болады екен. Бәрібірде, мына жерде майысқан. Қазір ана жерде тағы біреу тұр ғой. Соны барып көрейік. Мына 35 бар екен ана жерде. Бұның да ана жерін қараңыздар.
Ол да болмайды. Бұл жерде ана біреу тұр, соны көрейік. Блин, мынаны қараңыздар. Мына жер вообще смят. Майса. Böyle көрмесек те болады. Басқа қалған жақтарда тек крылылар, жан жартысы. Яқта басқа жоқ достар, осы соңғысын көргем. Ана жерде тағы біреу тұр екен, соны көре салайық. 35 тағы біреу тұр екен. Мына достар, соңғысы. Бұдан басқа жоқ. Соңғысы. Ой, вампир кетіпті бірақ. Бұның да кузовында косяктар жететкен. Мына жер. Мына жер. Мына былайына майысқан. Жоқ тақыстар болмайды екен болған. Жоқ бұл да болмайды екен. Жаслан. Біріншісі жақсы ау. Тағы бір тексеріп алайыншы қазір. Мыналарда көп екен ана істететін жерлер. Енді бізге маңыздысы шпаклевка өте аз жағылу керек қой. Енді желательно идеальныйға күштісіне жақын болу керек. Кузовта ана жаңағы ұрылған жерлер аз болу керек. Мына жерде мынау болып тұр. Мынау болып тұр мына жерде. Кішкене мынандай косяк. Жалпы мына жақты бүйтіп қарасақ түзу. Қазбек, қалай ойлайсың? Жаңа көрмедің ме аналарды салыстырып? Мына бірақ горловина тұрады ғой, по-моему, иә? Горловина тұрады, иә? Тек несі жоқ қой. Мынаның жағдайы жақсы. Фаралары да жақсы. Иә? Иә? Жоқ, біз тұры сол жерден, ана майысқан жерін алып тастаймыз да. Сол жақтан кетеді. Қалай мына? Жорада ең жақсысы деп ойлаймын, бірақ бампердің мына жер не? Бампер жасау керек. Шпаклевка. Кәнде ойланып қалдым мына жерде. Жаңағы таңдау көп болса да, сәл қиындау да. Ойланып кетесің. Бірақ мына жерде багажник тола. Жаңа жатқан. Бұлар бөлек сатпайды достар. Жаңа мен басында сұрағам. Бәрін алып тастаңдар жаңа. Голы өзін алып кетсек қалай болады деп. Сонда бөлек сатпаймыз деді. Осы күйінше алып кетті ғой. Соның бағасы қазір 500 мың теңге деп тұр. Енді қазір көреміз достар. 30 тұр екен, бірақ жаман майысқан. 30-арды мүлдем қарап отқан жоқпын. Тек қана 35-тің арты. Оригинал 35-тің арты. Ашылды ма? Қазір артын көріп жіберейік. Артында ешқандай обшивкасы жоқ екен ғой. Целый, да, брат? Целый, да? Не битый, да, сзади? Не битый, не крашеный. Бәрі орнында тұр. Осылай достар бүтіндей салу керек болып жатыр. Астын сәл түсіру керек екен майысқан. Бауырынан ішіндегі обшивкасын бересіңдер ма? Неге енді жаңа сен бәрі кіреді деген едің ғой басында? Қазір крылоны көріп жатырмыз. Достар, мына екі крылоны таңдап алдық, ішіндегі ең жақсы деген. Бұларда да кішкене бар енді. Мынандай кішкене майысқан жерлер бар, бірақ қатты емес. Ең бастысы жалпы состояниесі нормально. Енді осыларды алып кетеміз бұйыртса. Достар, енді балкісінде таптық. Мына достар, балкы мына жерде бізде. Қазір осыны шешіп, жақсылап беретін болады. Достар, болды, қазір тиеп алып кетеміз.
Енді осы жерден зат алғыларың келсе достар, мына нөмірге хабарласыңыздар. Осы жерден видеода көрген заттарыңызды сұрап біле берсеңіздер болады. Міне достар, артын алып кетіп бара жатыр. Енді осы жердегі ең жақсы деп ойлаймын. Таңдап бәр жерді жақсылап қарап алдық. Қазір мына газетті жасап кетіп салып жасайтын боламыз. Енді сият деген ойдамыз. Ölen kendi kırpıttı. Alas. Sel alga girişsin. Jabılat kengesiga. Sel артқа айтерсің қаз. Ya. Bol. Қайтали болды. Жетеді. Болды достар, мына қазір кассаплаттарға апарамыз. Астап кететін болып сол жерге барып. Міне түсіріп алдық қазір. Зорға дегенде ауырлау екен енді. Міне толығымен арты. Қазір ұстамаларға өткізіп беріп кететін боламыз. Қазір. Болды ғой, мына достар, мына жерде міне уже алдын кесіп қойған. Жаңа шофтармен бірге отырғызады мына жерде. Мына жерде ғана шофтар болады, я Рустам, получается, вот здесь. Вот мынаны алып тастайды. Мына жерде прям немен сваркамен отыратын болады точно. И мына біздің алып келген жаңа мынаны қояды. И жаңа өздерің көргендей артын салатын болады. Енді шамамен Рустамаға қашан бітеді машина? Иншалла қашан? Примерно Айдың ортасында бітеді. Айдың ортасында, иншалла, Міне, Рустамаға өзі обещать етті міне видеоға. Юступ алып. Тормозил, енді обещать қылды. Тормозил 2 дня всего лишь 2 дня. 3 дня. Почему? 3-й день вот алып келдім сізге. Жоқ. Когда я звонил? Сен ертең келем дедім. Потом я в воскресенье звонил. Воскресенье демалыста ғой сіздер. Жұмыс істедік қой, оны тазаладық, келістік. В общем, бұйыртса 15-інде, 15-інде бітеді. Рустамаға өзі сөз берді, бітіру керек. Енді былтырғыдай ұрысып жүрмейміз, Рустамаға қашан бітіріп бересіз, қашан? Болды достар, мына осы көрсетейін деп. Алдын бәрін кесіп дайындап қойған. Жалпы мына жерде осындай жұмыстар болады. Мынаны қазір енді балканы кешке біз бұйыртса келеміз. Кешке келеміз онда, балдарды алып келем. Кешке мына балканы шешетін боламыз. Бізде балканы Рустамаға майысты дедсе, ол майысқан. Ана жері бар, кеткен. Келмейді, ол бұл? Жоқ, 1,5 сантиметр разница. 1,5 сантиметрге дейін разница беріп тұр дейді. Біз балканды алдық жаңа көрсеткенде. Енді иншалла мына артын мына жерден кетеді ғой достар. Мына жерден кетеді. Осы бұның себебін де түсіндіре кетейін. Неге біз арт жағын толығымен ауыстырып жатқанымыз. Мына жақтан соққан кезде мынаның бәрі жиылып, мына жерде зазорды қысып қалған. Көрдіңіздер ме? Бұны айтады Рустамаға. Рустамаға 1 минут. Мына бізді артын неге полностью ауыстырып жатырмыз? Көті кетіп қалған ғой. Артқа майысып, алдында сіз айтсыз, мына жер есікті қысып қалған десіз. Зазор кеткен, зазор жоқ. Соның үшін лучше целиком ауыстырған дұрыс. Ауыстыру керек. Онда мына жерден бастап ауыстыратын болсақ, Рустам айтады, мына бәрі білініп қалады дейді. Бәрі білінеді. Мына жерде шоу бар, заводской шоу бар. Сонымен бірге қоямыз. Бұл жерде достар кескен кезде де морд кеспейді. Жаңа Рустамаға өзі айтқандай, бәрі шофпен, өзінің орнымен, өзінің размерімен бірге сол жерден отыратын болады. Жаңа біз алып келген жаңағы артқы кузовтың артқы жағы да тура сол жері ыңғайлы дейді Рустамаға. Дұрыс па аға? Тура сол жері керек деген жерін алып келіп бергенбіз. Маған да прикол ұстап қояды. Енді бұйыртса бітіріп алсақ, жақын қалды. Екеуі де
мына екі кірлі оригинал. Ана бізде тұрған ол тайванский екен. Енді оны қалдырудың қажет жоқ. Одан да осы оригиналдарын саламыз. Сонымен бәр жер оригинал болады. Ешқандай жаңағы сапасы төмен, нашар деген заттар болмайтын болады. Әзірге осындай жағдайда. Енді келесі роликта енді біраз жұмыс бітеді, біраз жер істеп қояды. Оны бөлек көрсететін боламыз бұйыртса.